Шариғат айтады, Фатиха сүресін дейді, Әлхамдыны сенің балаңа сенен басқа ешкім үйретпесін дейді. Неге? Өйткені сауабын сол алып қояды екен. Сенің Фатиха сүресін, ол енді өле-өлгенше Фатиханы оқиды ғой. А үйреткен кім? Сол жүреді. Соған барады. Сол үшін әке-шеше өзі үйретсін дейді. Сол үшін балаларыңызбен өзіңіз оқыңыз. Одан кейін Құран оқу үшін четверг, жұма болу шарт емес. Күнде оқи беріңіз. Сіздің ата-анаңыз лайықты ғой. Біздің әрқайсымыздың ата-анамыз лайықты ғой. Күнде Құран оқуға, ертең завтрагыңды ішкен кезде, ей балалар отырыңдаршы, менің анам бар, өткен. Мен сендер үшін қалай өліп баратсам, мен үшін солай өліп кеткен олар. Мен Құран оқиыншы соған деп Құран оқысаң, күнде соны дәстүрге кіргізші. Сосын ақ түйеге мініп сіз кеткенде, сіздің балаларыңыз солай жасайды. Жасамаса маған келіңіз. Ал енді біз Құран оқу үшін бізде обязательно дата болу керек. Өлген күні, туған күні. Мен осы күнге біз не обязательно біз туған күндік сонда не деген сөз? Мен бүгін Құран оқымаймын. Неге? Анау 10 күннен кейін туған күні болады ғой, сол күні оқимын. Қазір оқуға болмайды деген әңгіме ол. Қалай? Ей, оқи бер, күнде оқи бер. Лишний болмайды анық. Оқи беріңіз. Одан кейін ұзын Құран оқу шарт емес, шелпек шарт емес, үлкен сонау дастархан жаю шарт емес. Оқи беріңіз. Балаларыңыз көре берсін, балалар көре берсін, майдалар. Қол жайып атқаныңыз көрсін. Біздің бұл дінді айтумен үйретпейді, дінді іспен үйретеді. Қол жайып өзі бүйтіп көріңіз, біздің балаларымыз тәлім тәрбиені қазір интернеттен алатын болды ғой. Интернеттен алатын болды. Біз 6 класстың баласы үйге жүгіріп келіп айтады дейді папасына. Папа, оказывается, біз мұсылман екенбіз ғой деп айтады дейді. 6 класстағы бала. Сонда 6 классқа барғанша әке-шеше сөйлеспеген деген сөз ғой. Сол үшін әке-шеше қарап